Салмастыр ма, келесі шығаратын есебіміз бұл 49-шы есеп. Ол былай дейді: лимит n ұмтылғанда шексіздікке минус 2-нің n дәрежесі қосылған 3-тің n дәрежесі, ал бұның бөлімінде минус 2-нің n қосылған 1 дәрежесі қосылған мұнан 3-тің n қосу 1 дәрежесі. Ал енді бұны қалай есептейміз? Бұны есептеу үшін алымына да бөліміне де назар аударсақ, ең үлкені 3-тің n дәрежесі болып тұр ғой. Демек, онда алымынан немесе бұны былайша айтсақ болады ғой, ең үлкен дәрежесіне бөліп тастаймын деген сөз, ол ең үлкен дәрежесін жақшаның сыртына шығарам деген сөз ғой. Екеуі бір нәрсе. Мысалға, қарапайым n-ға қатысты шектерді есептейтін болсақ, мысалы n квадрат қосылған 1 бөлінген n, мысалы мұнан 2n-нің квадраты плюс 3 дейік. Мұнаның шегін есептеу керек болса, бұны алымында бөлімінде n-нің ең үлкен дәрежесіне бөліп тастаймыз деп айтсақ болады, немесе оны тағы басқаша былай түсінсек болады. n ұмтылғанда шексіздікке n квадратты жақшаның сыртына шығарайық алымынан. Сонда 1 қосылған 1 бөлінген n квадрат, ал бөлімінен де n квадратты жақшаның сыртына шығарсақ, 2 қосылған 3 бөлінген n квадрат. Сонда мұна n квадрат пен n квадрат қысқарып кетіп, мынау 0-ге ұмтылады, сонда бұның жауабы 2-ден 1 болады екен. Бұл жерден де тура солай. Яғни алымынан 3-тің n дәрежесін, бөлімінен де 3-тің n дәрежесін жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бұл тең лимит n ұмтылғанда шексіздікке мұны 3-тің n дәрежесін жақшаның сыртына шығарсақ, онда мұнда бізде не қалады? Минус 2-нің n дәрежесі бөлінген 3-тің n дәрежесі. Келесі қосу 1 болады екен. Ал енді осының бөліміне тоқталайық. Бөлімінен де тура осылай 3-тің n дәрежесін жақшаның сыртына шығаратын болсақ. Міне 3-тің n дәрежесі, ал мына жерде минус 2-нің n қосылған 1 дәрежесі бөлінген 3-тің n дәрежесі қосу, мұнан 3-тің n дәрежесі шығып кетсе, онда 3-тің 1 дәрежесі қалды. Ал енді осыны жалғастырайық. Бұдан көріп отырғандарыңыздай, мұна 3-тің n дәрежесі мен 3-тің n дәрежесі бір-бірімен қысқарып кетеді екен. Ал енді мұнаны мен қалай істейін? Минус 2-нің n дәрежесі деп тұр ғой. Міне минус 2-нің n дәрежесі. Мен бұны тағы да басқаша минус 1 көбейтілген 2-нің былай жазалам ғой. Сонда бұл жеке-жеке минус 1-дің n дәрежесі, 2-нің n дәрежесі деген сөз екен. Ал жазайық сонда. Мынауымыз лимит n ұмтылғанда шексіздікке, сонда жақшаның ішінде міне минус 1-дің n дәрежесі, мұнда 2 бөлінген 3-тің n дәрежесі қосылған 1 қалды. Ал енді мына бөліміне назар аударсақ, тура осылай мынау минус 2-нің n плюс 1 дәрежесі деп тұр ғой. Мұнда жазайын міне. Минус 2-нің n плюс 1 дәрежесі. Бұны да тура осылай жазатын болсақ, минус 1-дің мынау n плюс 1 дәрежесі болады, 2-нің n плюс 1 дәрежесі болады міне. Ал енді бұны тағы да басқаша жазатын болсақ, минус 1-дің n қосылған 1 дәрежесі, 2 көбейтілген 2-нің n дәрежесі деп жазсам болады. Онда осыны жазайын қазір. Сонымен, мұна минус 2-нің n плюс 1 дәрежесі дегеніміз, мұнаған тең екен міне. Минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі, 2 көбейтілген 2 бөлінген 3-тің n дәрежесі. Себебі қараңыздар, мынау қалай бір бөлшек болып кетті. Өйткені мына бөліміндегі 3-тің n дәрежесі, яғни негізі 3 дәрежесі n, ал алымында негізі 2 дәрежесі n болғандықтан екеуінің дәрежесі 1 болса, онда бір негізге келтірдім. Енді келесі қосу 3. Ал енді осы жерден мына 2-нің n дәрежесі бөлінген 3-тің n дәрежесі тұр. Бұлайша айтқанда 2-ні 3-ке бөлетін болсақ, ол қандай? Бірден кіші сан шығады ғой. Сонда бірден кіші санның n дәрежесі, яғни дәрежесі шексіздікке ұмтылса, онда ол 0-ге ұмтылады екен. Сонда мынау 0-ге ұмтылады, және мынау 0-ге ұмтылып тұр ғой. Сонда 0-ге бәрі көбейтетін болсақ, бұл сонда 0-ге тең, мынау да 0-ге тең, бұның жауабы сонда 3-тен 1-ге тең екен. Шынымен де өздеріңізді есептеп көрсеңіздер болады. Мысалға, неліктен міне лимит n ұмтылғанда шексіздікке 2 бөлінген 3-тің n дәрежесі 0-ге тең болады. Осы сұраққа жауап беріп көрейік бірінші. Міне қараңыздар, мен бұны былай түрлендіре салам. n шексіздікке ұмтылғанда 1 бөлінген 3 бөлінген 2-нің n дәрежесі деп жазсам бәрі ештеңе өзгермейді ғой. Ал енді осы жерден міне мынау 1-дің n дәрежесі, ол бәрі 1-ге тең. Сонда лимит
n ұмтылғанда шексіздікке 1 бөлінген, мынауымыз қанша? 1,5 ғой. 1,5-тің n дәрежесі. Ал мынау бірден үлкен сан болғандықтан оның дәрежесі шексіздікке ұмтылса, сонда мынау шексіздікке ұмтылады, сонда сан бөлу шексіздік 0-ге тең болады екен. Ал енді алдағы уақытта сіздерге ескеретін бір жағдай, егер міне лимит n ұмтылғанда шексіздікке, мысалы a-ның n дәрежесі, осыны тап, және мына жерге қосымша модуля кіші 1-ден деп мынандай шартты беріп қоятын болса, онда бұның жауабы 1-ден 0 деп жазасыздар. Өйткені негізі 1-ден кіші санның дәрежесі шексіздікке ұмтылса, онда ол 0-ге ұмтылады. Сенбесеңіздер, өздеріңіз қолдарыңызға калькуляторды алып, мысалға 0,9-дың 10 дәрежесін есептеп көріңіздер, одан кейін 0,9-дың 100 дәрежесін есептеп көріңіздер. Онда мынау барған сайын былай кемейді. Келесі мысалы 0,9-дың 1000 дәрежесі десеңіздер, міне дәрежесі өскен сайын бұның мәні 0-ге ұмтылады екен.